Сәлем достар, біз жаңғақтың пайдасын айтатын боламыз. Бірінші видеоны басталмай тұрып, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Жаңғақтың адам денсаулығы үшін пайдасы ұшан теңіз. Ол калий, магний, фосфорға өте бай. Құрамында жоғары мөлшерде протеин және омега-3 элементі бар. Жаңғақ калория, протеин, талшық, витамин және де минералдарға бай деп жазады. Назарларыңызға жаңғақтың пайдасы ұсынылады. Зейін бытыраңқылығын, шаршағанын кетіреді. Сүйек және тістерді қуаттандырады. Денеге қуат береді. Туберкулезден қорғайды. Тамыр қатаюының алдын алады. Қан айналымын жақсартады. Іш өтуін тоқтатып, теріні тазалайды. Сүйелдерді кетіреді. Асқазандағы желді кетіреді. Тұмауға жақсы әсер етеді. Жөтелді тоқтатады. Шаршағандықты және әлсіздікті кетіреді. Ісік қалыптасуына бөгет болады. Қан қоюлануын алдын алады. Ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді. Өкпеге, асқазанға және миға қуат береді. Ойлау қабілетін дамытады. Жүректі қуаттандырады. Қанды тазалайды. Холестериннің азаюының қамтамасыз етеді. Қалыпсыз антиденелерге бөгет болады. Жүйке жүйесін қуаттандырады. Бауырдың функцияларын реттейді. Қант диабеті науқастары үшін өте маңызды болған инсулинді арттырады. Жаңғақтың майы асқазан және ішектерді тазалайды. Жұмсақ болуын қамтамасыз етеді. Жаңғақтың майы беттегі дақтарға жағылып, массаж жасалса кетеді. Балмен араластырып жіберген кезде суық деген асқазанға жақсы әсер етеді. Жаңғақтың жапырақтарынан алынған юглон элементі фармакологияда қан тазалаушы және қуат беруші ретінде қолданылады. Жаңғақтың жапырақтары және қабықтары қайнатылып, балмен араластырып ішілсе, қан аздығына жақсы әсер етеді. Қорытылуы қиын болғандықтан бауыры ауыратындар жаңғақ жемегені абзал. Заманауи ғалымның ойларын растай түсті. Жаңғақтың құрамында дәрумендер, макро және микро элементтер бар. Ол әсіресе балалар мен қарт адамдар үшін пайдалы. Алайда семіздікке бейім адамдар балқарағай жаңғағын жиі тұтынбағаны жөн. Бразилия жаңғағы. Бразилия жаңғағы ең дәмді жаңғақ саналады. Оны салаттар мен тәтті тағамдар дайындағанда қолданылады. Күнделікті 2 жаңғақ жесеңіз, организмнің селенін тәулікті мөлшермен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, бразилиялық жаңғақ күш-қуат пен сергектік сыйлайды. Әрі теріңіз тазарып, ажарлана түсесіз. Бұл жаңғақ жүрек және онкологиялық ауруларға шалдығу қаупін төмендетеді. Кокос. Жер бетіндегі ең үлкен жаңғақ кокос жаңғағы. Бір жаңғақтың салмағы 4 килограммға дейін жетеді. Кокостың дәмі мен иісі де ерекше. Одан бөлек құрамы В тобы дәрумендеріне, макро және микро элементтерге бай. Жаңғақтың бұл түрі иммунитетті күшейтіп, көздің көруін жақсартады. Сонымен қатар, ас қорыту жүйесіне, қалқанша безінің жұмысына оң әсері бар. Ал кокос сүті жасататын әсерге ие. Жер жаңғақ. Жер жаңғақтың шамамен 70 түрі бар. Ол тамаша антиоксидант болып саналады. Көздің көруін, есту және есте сақтау қабілеттерін жақсартады. Тағамдық өнім ретінде ғана емес, химиялық өндірісте шикізат ретінде қолданылады. Одан пластмасса, синтетикалық жіп және желім жасайды.